Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бірге дрожсыз тез ашитын және дәмді ши бауырсақ пісіретін боламыз. Ол үшін бізге осындай шұңғыл ыдысымыз қажет және ұнымызды алып алдық 500 грамм. Бірінші ұнымызды салып аламыз. Және шай қасықпен нан содымыз. Екінші шай қасықпен 2 қасық тұзымызды салып алдық. Үшінші осындай шағын ғана көз мөлшерінде қантымызды салып аламыз. Әдемі дәмді болу үшін. Және осындай шағын ғана 100-120 граммдай сұйық майымызды құямыз. Енді бір жұмыртқамызды саламыз. Енді бізге жылы су қажет. Жылы сумен ақырын бұқтырамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Тез дайындалады. Ашығанын күтпейсіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Менің каналымда бір емес бірнеше дәмді тағамдар және тәттілер, яғни әсіресе қонақ келгенде тез дайындалатын тағамның түрлерін бөлісетін боламын. Міне осылай қолымызбен бұқтырамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай тез бұқтырылды. Бірнеше рет осылай бассаңыздар, бұқтырып атқан нанды әдемі болады, сондықтан иін қандыру керек. Міне қамырымыз осындай жұмсақ болып бұқтырылды. Арасына сұйық май қосқаннан кейін жұмсақ болып тұр. Міне. Қолға жабыспайды. Енді қамырымызды қоя тұрамыз. Майымызды газға қойып қоямыз. Майымыз қайнаймыз дегенше біз нанымызды ысып турайтын боламыз. Міне бауырсағымыз әдемі болып осылай болып тұр. Енді ысатын боламыз. Міне жабыспаған, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді кішкене ұн себеміз. Айналдырып, мына жағына да сеуіп жіберейік. Ысқанда жабыспау үшін. Міне ысқанда да өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қалай ысылып жатқанын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Күнде менің каналымда, яғни жаңа ас мәзірі, ши бауырсақ болғаннан кейін қалың қылмаймыз, жұқалау қылып ысамыз. Тілгенге де пісіргенге де ыңғайлы болу үшін. Қазір дайын болғанда көретін боласыздар, қандай көлемде ши бауырсағымыздың шыққанын. Şimdi тағы ұн сеуіп жүрейік. Майымызды қойып қойдық. Майымыз қайнаймыз дегенше біз турап үлгіруіміз керек. Майларыңыз қайнап кетіп жатса астын басып қоясыздар ғой. Бір жақсы жері чак-чак сияқты бірнешеуін салып, тез-тез пісіріп алуға болады. Анам істейтін осы ши бауырсақты. Балаларым да жақсы көреді. столға қойғанға да әдемі бауырсақпен бірге жасап
көруді ұмытпаңыздар. Мынау әзірше бізге қалың. Бұдан да жұқалатамыз. Оны тағы бір жұқалап сеуіп жібереміз. Міне, нанымызды ысып болдық. Осындай жұқа болды. Енді тілуді бастаймыз. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Осындай болып тұр. Енді ақырын тілейміз. Осылай жіңішкеретіп турап аласыздар. Екінші бөлігін тілейміз. Бауырсақтың бірнеше түрін түсіретін боламын. Жаңа жылдық шырша бауырсақтарды үйретемін. Қонақ келгенде көп мөлшерде дайындалатын бауырсақтың түрлерін үйретемін. Бәрі жұмсақ, әдем болып шығады. Келген қонақтарыңызға ұнайды деп ойлаймын. Мен өзім қонақ келетін болса, барлығын қолдан пісірген жақсы көремін. Қандай үйден тағамын дайындасақ та тәтті болып шығады. Міне ешқандай қиындығы жоқ. Аштыңыздар, майларыңызды қойып қойдыңыздар, ыстыңыздар, енді турап жатырмыз. Осылай сіздер де дайындап үйден отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Мен кішкене пісіретін сұйық майыма тоң май қосамын, өйткені өте майлы болып кетпеу үшін, жүрекке тимесін деп. Енді сіздер тоң майды ұнатпасаңыздар, құр сұйық майдан да пісіре берсеңіздер болады. Осылай барлығын кесіп аламыз. Кесу енді уақытты алатын шығар кішкене, бірақ піскенде тез-тез дайындалады. Міне қыздар, біздің ши бауырсағымыз осындай көлемде дайын болды. Енді тек қана пісіруді бастаймыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бауырсағымды пісірейін деп жатырмын. Майымыз қайнайын деп жатыр. Бауырсағымызды салып бастаймыз. Салып жүреді бастай. Енді араластырып отырып пісіреміз. Қызым маған бауырсақтарды салып беріп көмектесіп жатыр. Асты қатты болған болса кішкене басып қоясыздар. Тез дайындалатын ши бауырсағымыз. Ашытқанды күтпейміз, рахат. Ашығанды күтпейміз, тез жылдам дайындалады. Шықназ баран жаққа, папаға бар. Араластырып отырып пісіреміз. Шақназ баран жаққа, кеп қаласын балам.
Мен өзі бауырсақты қызартып пісіргенді жақсы көремін. Міне осындай көлемде қызарғанда ала бересіздер. Ал енді бүгін әдемілеп тұрып шай ішетін боламыз. Ши бауырсағымызбен. Қызым салып үлгермей жатыр ғой. Осылай сала бересіздер, ол жабыспайды. Майға түскеннен кейін өзі ажырап кетеді. Қызым екіншісі салады. Міне мені бүгін дайындаған ши бауырсағым дайын болды. Сіздер де үйден жасап көріңіздер. Өте дәмі деген керемет, енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Жасағаннан кейін өздеріңіз бағасын бере жатарсыздар. Міне ортасы қалай піскенін көрсетейін сіздерге. Міне. Ал енді проба жасаймыз, қараңыздар. Дәмі деген күшті. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Каналымда күнделікті жаңа рецептер шығып тұрады. Сондықтан тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.